Сәлем, сізбен бірге Брайан Трейси. Бүгін мен сіздерге табысқа жетудің кез келген жолы өзіңізге инвестиция жасаудан басталатынын айтып бергім келеді. Біздің көпшілігіміз өз энергиямызды өзгелер үшін уайымдауға жұмсаймыз. Алайда бұл ең алдымен өз қажеттіліктеріміз бен пайдамызды алдыңғы орынға қою керектігін түсінуіміз керек. Мүмкін бұл сізге таңқаларлық естілер, бірақ ешкім кемел болып дүниеге келмейді. Білім мен дағдылар уақыт келе меңгерілетін нәрсе. Кемелдік бұл шын мәнінде аңыз, ал шынайы өмірде қаншама жұмыс жасаса да оған ешкім де жете алған емес. Алайда егер сіз жеке дамуыңызға көбірек көңіл бөлсеңіз, сіз өзіңіздің армандаған идеалды өміріңізге жақындай түсесіз. Өз өмірімдегі үйренген 3 маңызды табыс кілтінің бірі күнделікті және үзіліссіз оқу мен дамудың маңыздылығы. Егер сіз табысты, ауқатты әрі өміріңізге толық иелік еткіңіз келсе, үнемі дамып отыру міндетті. Сондықтан жақсы жоспарланған мақсат бұл кемелдікке жету емес, күн сайын жақсара түсу. Йо-йома немесе Бетховенге сіз қашан кемелдікке жеттіңіз деп сұрасаңыз, олар күліп ешқашан деп жауап беретін еді. Томас Эдисон айтқандай, табыс бұл 1% шабыт және 99% тер төгу. Ал шабыт өзіңізбен жұмыс жасаудың нәтижесі. Жеке даму бұл өмір бойғы процесс. Бұл ақыл, ой мен тәнді шындай отырып, алға қойған мақсатқа жақындай түсу. Енді өзіңізге инвестиция салудың бірнеше жолына тоқтайық. Бірінші, өз дағдыларыңызды жетілдіріңіз. Жеке даму бұл біліктілікті арттыру мен қабілеттерді дамыту. Оны жасау үшін өз салаңыздағы қажетті қабілеттерді дамытып, бойыңыздағы талантыңызды барынша ашу. Мысалы, көп жылдар бұрын мен сату ісімен айналыса бастаған кезімде есік қағудан қорықпайтынымды түсіндім. Бірақ келісімді жаба алмайтынмын. Келісімді қалай жабу керек екенін білу үшін 1 жыл бойы кітап оқып, аудиокурстар тыңдап, семинарларға қатыстым. Сол білімнің арқасында мен 1 жылдың ішінде табысыма 10 есе өсім әкелдім. Мен жасаған сату техникалары мен қабілеттерімді өз аудиосабақтарыма қостым. Кейінірек оны компаниялар қолданып жұмысынан миллиардтаған долларлар табыс тапты, себебі әрқайсысына өзіне қажетті деңгейдегі келісімдер туралы білім бар еді. Екіншісі, уақытты басқаруды үйреніңіз. Уақыт бұл өзіңізге жасайтын ең тиімді инвестиция. Мен көп жылдар бұрын осы таңғажайып уақытты басқаруды үйренгенде, менің табысымды әрдайым өсіріп отырды. Сіздің дамуыңыз бен жаңа қабілеттерді үйренуіңіз үшін көп уақыт керек болады деген білдірмейді. Жай ғана өзіңізге мақсат қойыңыз. Күн сайын уақыт пен қаражатыңыздың кем дегенде 10%-ын өзіңізге және жеке дамуыңызға жұмсайсыз. Бір оқиғамен бөлісуге рұқсат етіңіз. Бір күні Даллас қаласында 500-дей бизнес иелеріне семинар өткіздім. Семинарымда отырған танымал бизнесменнің біреуі былай деді: "Мына кісінің айтайын дегені бос әңгіме. Қазір ол сізге өзіңізге салған әрбір доллар табысыңызды 10 есе арттырады" дейді. Мен бұны 18 жасымда семинарына қатысып болған соң істеп көрдім. Бұл жүзеге аспады. Шын мәнінде мен табысымды 10 есе көтерген жоқпын. Бірақ өзіме салған әр доллар менің табысымды 50, тіпті 100%-ға өсірді. Қазір менің жасым 36-да. Менің табыс қорым өмірімнің соңына дейін жаратсам да артылады. Бұның бәрі Брайан Трейсидің бір ғана ұстанымының арқасында. Сондықтан ең күшті инвестиция өзіңіз айналысып жатқан істе күннен күнге күшті болу үшін уақытыңыздың аз бөлігін өзіңізге арнау. Мысалы, сіз өз салаңызға қатысты мықты маманның онлайн сабағына жазылсаңыз болады. Салаңызға қатысты курстарға барып немесе өзіңізді дамытатын кітаптар оқуыңызға болады. Бұл әрекеттердің бәрі сіздің табысыңызды 2-3 тіптен 4 есеге дейін көтеріп жіберуі мүмкін. Кейде бір ғана курс немесе бір ғана кітап, аудио бағдарламалар сізді бай етіп жіберуі мүмкін. Білім мен сапалы оқытулар қазіргі кезде өте қолжетімді. Сіздің өсуіңізге көмектесетін мүмкіндіктер өте көп. Келесі аптада Швейцарияның Лозанна қаласында өтетін мықты эксперттен бизнес модельдерді қайта қарастыру курсын оқығалы жатырмын. Ол жаққа барып оқу аз ақша тұрмайды. Алайда мен онлайн оқитын болдым. Бұрынғы кезде жаңа білім алу үшін міндетті түрде басқа қалаға қатынап оқу керек болған. Ал қазір өз қалаңнан да шықпай оқуға мүмкіндік көп. Бүгін сіз өзіңізге керектің бәрін үйіңізден шықпай үйрене аласыз. Үшінші, уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. Күнделікті жұмыс, әлеуметтік желі немесе бастықтың тапсырмалары сіздің өз арманыңызға уақыт бөлуге кедергі келтірмеу керек. Алайда толыққанды өмір сүру үшін өзіңіздің үлкен мақсаттарыңызға жетуге уақыт бөліп жатқаныңызға сенімді болуыңыз керек. Мүмкін сіз өз бизнесіңізді бастауды армандап жүрсіз.
Әлде қанша уақыттан бері кітап жазамын деп жоспарлап жүрсіз, бірақ әлі бастауға уақыт таба алмай жатырсыз. Мақсатыңыз қандай болса да, сіздің күнтізбелік уақытыңыз тығыз болса да, өз мақсатыңызға жету үшін уақыт бөліп жұмыс жасауыңыз керек. Бұл аптасына кем дегенде 30 минут немесе күніне 2 сағат болуы мүмкін. Бастысы өз дамуыңызға уақыт бөлгеніңіз жеткілікті. Көпшілігіміз өзгелерді уайымдап немесе кейбір сәттерді ойлап көп энергия жұмсаймыз. Бірақ бірінші кезекте өз қажеттіліктеріміз бен пайдамызды ойлауымыз керек екенін түсінуіңіз қажет. Төртіншісі, жаңа шығармашылық мүмкіндіктерді зерттеңіз. Егер өміріңізге үлкен өзгерістер келгенін қаласаңыз, жайлылық аймағынан шығуға дайын болуыңыз қажет. Әр адамда үлкен шығармашылық пен энергия бар. Ал жеке даму өзіңізді алға итермелеумен келеді. Сонымен қатар өз шекараңызды үлкейтесіз. Шығармашылыққа батылдық керек деп жатады. Бұл дегеніміз сіз өзіңізді жайлы мекеніңізден шығуға күштеп жатырсыз. Шығармашылық қабілетіңізді қаншалықты көп дамытсаңыз, соншалықты тез өз мақсатыңызға жетесіз. Шығармашылық ақылыңыз бен қабілетіңізді қолдануға арналған көптеген мүмкіндіктер бар. Мысалы, әңгіме жазу, көркем әңгіме немесе танымал әңгімелер, музыкалық аспап үйрену, жаңа тіл меңгеру, басқа мәдениетпен танысу. Бесіншісі, денсаулыққа көңіл бөліңіз. Ақыл мен тән табыстың негізі. Дұрыс тамақтаныңыз. Аптасына бірнеше рет жаттығу жасаңыз. Жаяу жүріңіз. Күніне 30-60 минут серуен барлық қажетті жаттығудың 90%-ын қамтиды. Таңертеңгі суық суға шомылу мен үшін ерекше сергіткіш құрал болды. Алтыншысы, ақылды жұмысқа жүктеңіз. Кітап оқыңыз, жазыңыз, ойланыңыз. Миға да жаттығу қажет. Кроссворд шешіңіз, жаңа нәрсе үйреніңіз, белсенді ойлауды жалғастырыңыз. Бұл жаңа нейрондық байланыстарды қалыптастырып, зеректік пен есте сақтауды жақсартады. 7. Қарым-қатынас табыстың тірегі. Бүгінде біз қарым-қатынасты уақыт жоғалту деп қабылдаймыз. Шын мәнінде, ол позитивті ойлаудың және ішкі күйдің негізі. Достарыңызбен, отбасыңызбен сөйлесіңіз. Бұл сіздің өмірге қанағаттануыңызды арттырады. 8. Даму жоспарын жасаңыз. Тек бастау жеткіліксіз. Жетістікті өлшеу, бақылау қажет. Бақылау арқылы ғана сіз нақты қандай өзгерістер болғанын түсінесіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға жазылыңыз. Қазақша контентті қолдау сіздердің кері байланыстарыңызбен болады. Өмірді өзіңіз қалағандай құруға көмек берген құрал каналы.